Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге Рамазан пидесі, яғни түрік нанының рецептісін ұсынатын боламын. Өте жұмсақ болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Біз ең алдымен қамырын илейтін боламыз. Жылы сүтімізді, жылы суымызды құйып, қантымызды, тұзымызды және де жұмыртқамыздың ақ уызын саламыз, сары уызын бөлек алып қоямыз. Және ашытқымызды салып, барлығын араластырамыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп, дайындап аламыз. Ұнымызды салып, осылай қамырды илей бастаған кезде сұйық майымызды құйып, жақсылап қамыры илейміз. Өте жұмсақ болып қамыр шығады. Қамырды илеп болғанымыздан кейін жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін осылай бетін ашып, қамырымызды алып екі бөлікке бөлеміз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, нанымызды илеп, формасын келтіреміз. Жұмыртқамыздың сары уызына біраз қасық айранымызды құйып, араластырып, нанның бетіне осылай видеода көрсетілгендей етіп жасап шығамыз. Нанның формасын келтіріп алғанымыздан кейін бетіне осылай сары уызын толықтай біркелкі етіп жағып шығамыз. Бетіне күнжутты сеуіп, қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Өте жұмсақ болып пісіп шығады. Достар, сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды. Өте жұмсақ, тәтті нан болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Айзада. Каналыма тіркеліп, қолдап қойыңыздар.